Сәлеметсіз бе? Менің есімім Сарбасова Қалдыгүл Қамбарқызы. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында информатиканы оқытудың заманауи тәсілдері курсының авторымын. Заманауи информатика сабағы деген қандай? Ол тек код пен алгоритмдерден тұрмайды. Бұл оқушылардың ойлауын дамыту, АКТ құзыреттіліктерін қалыптастыру және цифрлық мәдениетін жетілдіру. Бірақ мұғалім уақыт талабына сай білімді қайдан алады? Біз информатика мұғалімдеріне арналған тәжірибелік мазмұнды және заманауи біліктілікті арттыру курсын жасадық. Бар болғаны 4 модульде сіз нормативтік негізді меңгересіз, цифрлық құралдарды қолдануды үйренесіз, жаңа тәсілдерді игересіз және мемлекеттік үлгідегі сертификатқа ие боласыз. Бірінші модуль нормативтік құқықтық. Мұғалім қызметін реттейтін заңдарды оқып, біртұтас тәжірибе тұжырымдамасын оқу үдерісіне қалай енгізу керектігін үйренесіз. Екінші модуль психологиялық педагогикалық. Жас ерекшеліктері, оқушылардың мотивациясы, эмоционалды интеллект, дифференциация және инклюзия, балалармен, ата-аналармен және әріптестермен жұмыс істеуге қажетті барлық білімді қамтиды. Үшінші модуль мазмұндық. Scratch пен Python, АКТ құзыреттіліктер, функционалдық сауаттылық, интернет, геймификация, STEM, жасанды интеллект және цифрлық қауіпсіздік. Қазіргі заманғы оқыту тәсілдерінің барлығы бір модульде жинақталған. Төртінші модуль практикалық. Сабақ жоспары, сыныпты талдау, ерекше білім беру қажеттіліктерімен жұмыс, АКТ сауаттылықты дамытуға арналған тапсырмалар мен дайын чек парақтар. Ертеңгі сабағыңызға бірден енгізуге дайын құралдар. Курсқа қосылыңыз да заманауи педагогтар қауымдастығының бір бөлігі болыңыз. Білім алыңыз, құралдарға қол жеткізіңіз және мемлекеттік үлгідегі сертификатқа ие болыңыз. Дәл қазір бізге тіркелуді ұмытпаңыз. Біз сізді күтеміз.